менің Фейсбуктағы көп көзқарас жинаған қазіргі елдердегі сұлулық өлшемі қошқар құйрық, түйерін, бурасан, арыстан кеуде екен. Сонда ол қандай жануар, ол адам емес қой деген постым осылай жоғалып кетті. 24 сағат ештеңе жаза алмай, бөлісе алмай қалдым. Ең соңында парақшам әрең қалпына келді. Негізі қытайшылдарды, яғни зұлымдықты қорғайтын жасырын бір күш мені көп адамның оқуын, қарауын, назар аударуын қаламайтын сияқты ма шынымен? Тіпті қазақтың қазіргі жағдайы туралы өз ойын ашық айтатын қарапайым қазақ менің парақшама назар аударып, адымымды аштырмай отырған бұл құбылысты жай ойламаңыздар. Мүмкін Қытай интернет армиясы атажұрттағылардың әлеуметтік желідегі парақшаларымызды бақылауға алып қандай да бір сезімтал сөздер шықса, немесе адамдар қауырт пікір жаза бастаған шығарылымды сол сәтте автоматты блокқа түсетін етіп қойған болар. Мен Facebook тарихында дәл осы постымдай қолдау жинап көрмеген екем. Сонда қошқар құйрық қыздар мен Қытайдың немесе бізге қарсы күштердің қандай қатысы бар? Я ол небір оңған саяси мақсаттағы пост емес. Бірақ мен оны шынымен жоғалтып алдым. Жоқ боп кетті. Көре алмайым қазір. Әділдік үшін ең үлкен қару интернет болған осы сәтте олар әлеуметтік желіні қалай бұғаттап отыр деген сұрақ маған қызық. Өйткені мен TikTok'ты жақында ғана қолдана бастадым және онда өз ойларымды сала бастадым. Халық қазір аз уақыт ішінде көп зат көруге болатын TikTok'ты көп қолданады екен. Ұзын сонар сала-құлаш ойлар қанша бағалы болса да, ізденген түртінген адам болмаса былайғы жұрт тыңдамайды да көрмейді екен. Сондықтан TikTok'қа қалай шықтым, менің әр желідегі парақшаларымды бұғаттау көбейіп кетті. Демек, TikTok коммунистердің ақпараттық соғыстағы ең үлкен қаруы және адамдарды бақылауға алудың құралы. Сөйлей алатын өз талғамы бар адамдарды бақылау базасын жасап жатқан шығар мүмкін. Өйткені онда сөйлемесе де билей алудың өзі еркіндікке талпынушы, яғни батылы жетіп жұрт алдына шыға алатын адам және өзгеше ойлау істеу қабілетіне ие адамдар деген сөз. Демек, бұндай адамдар оларға керек емес. Олар үшін кез келген ілесушісі көп қазақ ертең лидер болып шыға келуі әбден мүмкін. Сондықтан Қытайдағы қырғын сияқты, яғни біздер сияқты осы қырғынды ұзын құлақтан естушілер емес, қайта өз басымыздан өткерген адамдардың идеясы көрген білгені ондағы басқа жаңағы өзгеше қазаққа, жастарға ықпал етуі мүмкін ғой. Олар соладан қауіптенеді. Мысалы, адамдардың санасына ықпал етіп ояту туралы айтар болсақ, Серікжан Біләшұлын мысалға алуға болады. Серікжан Біләшұлының ағартушылық жұмысы ертеде басталған. Яғни Шинжаңдағы ұйғырларды террорист деп жаныштаудан соң ресми басталған болатын. Ол тақия киген біреу айтқандай, күні кеше ғана атажұртқа Серікжанды өз әкеліп қосып, бәрін өз қатырғандай, бір өзі бәрін жасағандай емес әсте. Сондықтан қазақтың нағыз күрескер азаматы немесе шығармашылықпен айналысатын кез келген мықты жазушы, мықты суретші, танымал тұлғалар соншама еңбегі сіңген дүниесін есі дұрыс адам оңай ғана солай тастап кете сала ма? Ол адамның ұлтшылдығына, жігіттігіне барып тіреледі. Тіпті ол өз-өзіңді сатқанмен бірдей дүние. Оған қаншама еңбек етіп, қаншама адамның қан тері сіңген көптің, үлкен бір қасіреттің, кектің, заңның нәтижесінде қалыптасып, бүгінгі күнге жеткен ғажайып дүниені, яғни атажұртты. Немесе халықтың Қытайға қарсы қалыптасқан ой санасын жеке меншіктей алмаймыз ғой. Мен үнемі айтам, атажұрт деген ұғым ол жалпы шеттен келген. Қытайдан теперішік көрген қазақтың жалпы атауы. Ол ең алдымен алғашқы ұйымдасушыларды, қамалған жақынын іздеген іздеушілерді, лагерден оралған зардап шегушілерді өз ішіне қамтиды. Ал бүгінгі таңда әлі Қытайдан зардап шегіп отырған жалпы қазақтың ортақ атауына айналды. Сол халық еш өзгерместен, сатылмастан әлі бірге келе жатыр. Сол елің барда есің тап деген жарқын жетінің ұранымен, айқайымен кезінде құрылған дабыл аттан группалары кейін Қытай қазақтарын қорғау топтары болып өзгертілген группалар әлі сақталып отыр. Әлі ақпараттық таратылым жұмыстарын атқарып келеді. Ал жол ортада
Биліктің тіркеуінен өткендер тек осы айрандай ұйыған қауымды бөлшектеу, ыдырату ролын ғана атқарды. Олар ешқандай да халықтың бірлігіне жұдырықтай жұмылуға еңбек еткен емес. Бұл әлемдік қырғында арызқой, ұсақшыл, дәукес Қытай қазақтары немесе ауыл үйдің иттерінің таласын айландырып, деңгейін түсіруге ғана қызмет етті деуге болатын шығар. Бұл туралы айтар көп. Тек мынау күннен күнге ушыққан жалпы қазақ қасіретті кезеңінде мұның бәрі түкке тұрғысыз дүниелер ғой деп қарауымызға тура келетін шығар. Дауды көбейтпей-ақ қояйық. Біз бәріміз де солаймыз. Тек белгілі кезеңде белгілі бір керек жеріне қаланып кеткен кірпіш секілдіміз. Ал Серікжан басқаша. Ол осы ұлы күрестің негізін қалаушылардың бірі, яғни мықты, тамыры тереңге көмілген ірге тас. Әрине ол халықтың қолдауынсыз бірден болған жоқ, ол арыдан басталады. Біз бір тал кірпіш құлап қалсақ, сынып қалсақ ештеңе өзгермейді. Бірақ Серікжан сияқты ірге тастар қазып алынып тасталатын болса, ол үй құлауы мүмкін. Парқымыз сол ғана. Өзін өзі білген, түсінген адам ең жеңімпаз адам дейді ғой. Сөйтіп Қытайға қарсы күрес есің барда елің тап, қазақ еліне көш деген жарқын жеті ағартушылық дәрісханаларынан, WeChat группаларынан басталды. Әрине одан арғы күрескер бабаларымыз, аталарымыз тарихынан негіз алған бұл жол Қытайдағы қазаққа қысым күшейгенде айшықтала түсті. Біздің өзіміз сол жарқын жеті лекцияларын тыңдап, көштің басын осылай бұрған қарапайым қазақтармыз. Өйткені бұрын көшіп келгендердің бәрі зиялылар, яғни жел қай жақтан шығатыны білетіндер, жағдайы барлар келді. Ал қарапайым малшы қазақ не біледі? Қысқа аралық ішінде біраз қазақты қазақ еліне көшіріп, сол қандықол жендеттің қылышынан аман алып қалуға ерен еңбек еткен сол жарқын жеті. Ол бүгінгі Серікжан Біләшұлы. Мысалы, ол кісінің тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген ғұламамыздың сөзін тақырып етіп сөйлеген лекциясы менің өміріме бұрылыс жасаған лекция. Жарқын жеті идеясы көп адамды оятты ма? Оятты. Онда не үшін қазаққа пайдалы адамды арандатушы деп қабылдауымыз керек? Жарқын жеті болса да, болмаса да қазаққа қырғын сұрапыл басталатын еді де жалғаса беретін еді. Ол ма? Қытайдағы қазақты қойып тәуелсіз қазақ еліне де қауіп төніп тұрған жоқ па? Үлкен әлемдік саяси жағдай бәрібірде ушығып тұрған тұста, тіпті өзіміз ғана емес, біздің жақындарымызды, қазақтарымызды апаттан, дауылдан, сұмдықтардан сақтауға дабыл қаққан, өзін және халықты құтқару үшін боз тарғайдай шырылдап жүрген адамды және оның ең дұрыс жолын нұсқап отырған адамды арандатушы деп білетін қазақ, бәлкім миы жетілмей қалған, шала туылған, бір кемістігі бар надандар деуге болатын шығар қазіргі таңда ондай қазақтарды. Басқа айтарға сөз жоқ.